Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстанның премьер-министрі Әлихан Смайылов әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын ұстау мәселесі бойынша кеңес өткізді. Азық-түлік бағасын ұстап тұру тиімсіз жұмыс үшін облыс әкімінің орынбасарлары жазаланады. Мен өңдеу схемасы бойынша қаржыландыруды ұлғайту туралы бірнеше рет тапсырма бердім, алайда бүгінгі күнге дейін тиісті деңгейде жұмыстар жүргізілген жоқ. Осы айдың соңына дейін қаржыландыруды 100 миллиард теңгеге дейін арттыру қажет. Бұл көрсеткішті нысаналы деңгейге жеткізбеген өңірлер бойынша жетекшілік ететін әкім орынбасарларын жазалау туралы ұсыныстар қарастырылады, деді премьер-министр Әлихан Смайылов мырза. Азық-түлік бағасы елімізде шарықтап кетті. Доллардың түскенімен де азық-түліктің бағасы сол күйінде қалды. Керісінше, оның өсіп жатқандығы анық байқалады. Бұл орайда премьер-министрдің әкім орынбасарларын жазалаймыз дегені дұрыс па? Мендегі комментарий бөліміне өтіп пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.